2018 жылы Ханган «Қымбат тұлым менің сүйіктім» романы Хангаңның шотландиялық суретші Кэти Петерсонның болашақ кітапханасы арт жобасы үшін таңдалды. 2021 жылы «Мен қоштаспайын» роман жариялады. Онда үш әйелдің көзімен Чеджу аралындағы көтеріліс суреттелген. 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар шыққан суреткер Францияның үздік шетелдік шығарма сыйлығымен де марапатталған. Міне көрдіңіздер ме? Ол Нобель сыйлығын алуға шейінді әлемге танылған жазушы. Ханган әлемдегі ең беделді сыйлыққа қол жеткізген соң, тіпті әлеуметтік желіде түрлі алып қашқан әңгімелер айтылуда. Тіпті оған Нобель сыйлығын берілуінен саяси астар іздеп жатқан сыншылар да бар. Швед академиясының шешімі жариялана салысымен мен Литрес книги деген сайттан Хангаңның «Человеческие поступки», адамдық әрекеттер және «Вегетариан әйел» деп аталатын екі романын тауып алып оқып шықтым. Маған екі роман да қатты ұнады. Әсіресе «Вегетариан әйел» романы ерекше ұнады. Шығарманың оқиғасы қарапайым ғана бір қарағанда, бір әйел түнде қорқыныш түс көріп, ет жеуден бас тартады. Міне осы кезден оның күйеуі мен қоғамдағы адамдармен қарым-қатынасы күрделене түседі. Роман айту керек, бағасын беруге өте шебер жазылған. Шығарма біресе күйеуінің атынан баяндалып, біресе жаңағы әйелдің өзімен суреттеледі. Бұл жерде айта кететін нәрсе, мысалы үшін бұл жердегі ең орталық кейіпкер бұл Йонха деген әйел, бірақ орталық кейіпкердің көзімен берілмейді оқиғалар. Орталық кейіпкердің жанындағы біресе жаңағы кімнің күйеуінің атынан беріледі болып жатқан оқиғалар, екінші ретте жаңағы жездесінің атынан беріледі, үшінші ретте апасының атынан беріледі. Осы үш түрлі ситуациямен беріледі, бірақ Йонханың да өзінің жан дүниесінде болып жатқан құбылыстарды түс арқылы біз көргендей боламыз. Автор детальдарға қатты мән береді. Бұл жерде деталь деп отырғанымыз ол детальді ғана көрсету емес, деталь арқылы көп нәрсені сездіртеді. Мысалы үшін бұл Хангаңның өте нәзік пайдаланады жаңағы бояуды. Тым батты етіп жаба бермейді. Мысалы үшін кейде бір модернист жазушыларды оқыған кезде олар тым адамды күрделендіріп жібереді ғой мәтінде, ондай Хангаңда жоқ. Оның текстері өте жеңіл, қарапайым, бірақ ол жеңілтек деген сөз ұғымды білдірмейді. Сол жеңіл мәтіннің артында үлкен терең ойлар жатады. Оны өзің мысалы үшін түрлі ойға жетелейді ол мәтіндер. Мына стильдік нәзіктігіне, сұлулығына қарап, автордың мәтінмен күн-түн жұмыс істегенін аңғарасың. Өз басым Ханган бұл сыйлықты өте лайықты алды деп ойлаймын. Олай дейтін себебім, Швед академиясы Азиядан шыққан қаламгерлердің шығармаларын қарағанда тым талапшыл болып кетеді. Мысалы үшін, енді әрине Азиядан шыққан жазушылардың, әсіресе түркі әлемнен шыққан жазушыларға, түркі тектес халықтардың жазушыларына берген кезде олар мысалы үшін кей жағдайларда саяси мәселелерге қатты қарайды. Мысалы үшін Архан Памукты осы Нобель сыйлығын алатын кезде оның армяндарға қорғап сөйлеген сөзі оның осы үлкен марапатталуына қатты ықпалын тигізді мысалы үшін да. Егер ол сол сөзді айтпағанда оны бүкіл әлем білмеуі де мүмкін еді, ондай жазушының бар екенін. Әрине Архан Памуктың шығармашылығына байланысты әртүрлі көзқарастар бар, бірақ өз басым оны түркі әлеміндегі интеллектуал жазушылардың бірі деп санаймын. Бұл жерде менің айтқым келіп отырғаным басқа мәселе. Көп жағдайда мен Светлана Алексеевичке байланысты, мысалы үшін бұл жерде саяси мәселенің қатты рөл атқарып кеткені белгілі. Бұл жағдай совет заманында да болды. Мысалы үшін кезінде Александр Солженицын осы Нобель сыйлығын алған кезде оған «Архипелаг ГУЛАГ» романы үшін берілді. Ал «Архипелаг ГУЛАГ» романы бұл публицистика мен прозаның аралас жазылған үлкен туынды. Ал енді Орта Азиядан шыққан жазушылардың шығармаларын қараған кезде олар кәдімгі көп беруге аса мүдделі емес. Көп жағдайда мысалы үшін бұл Нобель сыйлығын Америкадан шыққан, Европадан шыққан, Скандинавия елдерінен шыққан жазушылар алып жатады. Жапондардың өзінде мысалы үшін 3-4 жазушы мысалы үшін Нобель сыйлығын алды. Ал енді мынау Орта Азиядан шыққан, мысалы үшін Моян алды, мысалы үшін осыдан бірнеше жыл бұрын Қытайдың жазушысы. Сондай-ақ осы ғасырдың басында үндінің жазушысы ақыны Рабиндранат Тагор алды. Сондай бір жаңағы кімнің Египеттің Мысырдан шыққан бір жазушы алды, Нагиб Махфуз деген. Көп жағдайда олар беруге аса мүдделі болмайды, сондықтан көп жағдайда осы қатты тексереді, үлкен талаптар қояды Орта Азиядан шыққан жазушыларға.
Бұл осыны ерекше бір айта кеткім келіп жүреді. Ал Ханган болса өнімді еңбек етіп келе жатқан жазушы, ол бүкіл әлемге танымал болуға үшін үлкен еңбек сіңіріп келе жатыр. Жазушының осы күнге дейін 8 романы, 18 әңгімелер жинағы жарық көріпті. Яғни Хангаңды шығармашылықтан қол үзбей жүрген, үнемі өз кәсібіне адал болып келе жатқан жазушылардың бірі десек, еш қателеспейміз. Әлемнің ең озық марапатын еншілегенде ол айналасындағыларға, жақындарына, туған туысқандарына оны тойлауға рұқсат етпепті. Тіпті баспасөз мәслихатында өткізбеген. Екі елде, яғни Украина мен таяу шығыста соғыс болып, сәбилер, адамдар қырылып жатқанда той тойлауды ол ұят санапты. Міне осыдан ақ біз Хангаңның нағыз гуманист жазушы, даңғаза дақпыртқа әуес емес, қарапайым қаламгер екенін танығандай болып, оған деген біздің құрметіміз де арта түсті. Міне Швед академиясының шешімі жарияланғаннан бері де біраз уақыт өтіп кетті. Міне осы мезгіл ішінде қазақ қоғамында да ол туралы түрлі сөздер айтылып, Қытайда жарық көрген бір-екі әңгімесін қазақшаға қотарып аударып, оны сынап жатқандар да бар. Әрине бұл дұрыс емес, дегенмен мен осы тұста мына жұртты қандай да бір асығыс қорытынды жасамауға шақырамын. Біріншіден, Ханган шығармашылығы біз үшін әлі толық танылмаған тың тосын тақырып. Өйткені бар жоқ оның 2 романы ғана орыс тіліне аударылды. Енді мына 2 романды оқып шыққан шыншы ретінде айтарым, Ханган осы жазушы емес. Жаңа мен вегетариан әйел туралы айтып отырмын ғой. Негізі бүгін шығармашылығымызда да вегетариан әйел туралы көп айтатын боламыз. Бірақ оның «Человеческие поступки» деген романында өте керемет жазылған. Бұнда да жаңағы, мысалы, бұл шығарманы, «Человеческие поступки» деген шығармасын, мына Габриэль Гарсия Маркестің «Осень патриархасымен» бір қатарға қойып салыстыруға болады. Бірақ Маркестің шығармашылығынан бір ерекшелігі, ол жаңағы диктаторды, сондай бір жауыздықтарды бәрін сипаттамайды. Мына сол репрессияны, сол Оңтүстік Кореяда болған репрессияны, бәленбай адам қырылды ғой, сол туралы жазады. Сол репрессияларды ана өлген адамдардың көзімен, неше түрлі адамдардың көзқарасымен керемет сипаттап, сонда соншалықты шынайы етіп жазып береді. Сондықтан да мен өз басым айтар едім, мынау әлемге танылған қаламгердің ең құрғанда бір том шығармасы ана тілімізге аударылсын, содан кейін барып қана оны талқылап сөз айтайық. Сынауға қашан да үлгереміз. Біз жалпы өзіміздің қазақтың мінезінде сондай бір комплекс бар. Бәленбай елдің бір жазушысы Нобель сыйлығын алып жатса, Букер сыйлығын алып жатса, ой, бізде де ондай жазушылар бар, ой, біздің қазақтың жазушысы кімдерден кем деп зарлай береміз. Зарлай берудің қажеті жоқ. Алайық сол сыйлықты. Содан кейін барып қана біздің ондай сөзді айтуға моральдық құқымыз болады деп ойлаймын. Әйтпесе, мысалы үшін, Беларусьтің 10 миллион халқы бар Беларусьтің арасынан Светлана Алексеевич алды ғой, мысалы үшін, Нобель сыйлығын. Норвегтердің де, мысалы үшін, халқының саны оншалықты көп емес. Олардың да көп болса бір 10 миллионға жетер-жетпес халқы бар. Олардың осымен 4-ші жазушысы Нобель сыйлығын алып отыр. Сондықтан біз осындай нәрселерге ұмтылуымыз керек деп ойлаймын өз басым. Орай келіп тұрған мүмкіндікті пайдаланып, тағы бір нәрсені осы жерде айта кетуді парызым санаймын. Өйткені жаңа Хангаңның бір әңгімесін жаңағы Қытайда жарық көрген жаңағы әлеуметтік желіде жариялап, оны сынап жатқандарды байқадым да, осыған байланысты бір нәрсе айтқым келіп отыр. Жалпы жазумен белсенді айналысатын кез келген ірі суреткердің, мейлі Бальзак, Толстой, немесе тіпті Әуезов болсын, шығармашылық қоржындағы туындылардың бәрі шетінен шедевр бола бермейді. Есімдері аталған 3 ұлы жазушыда артынан мысалы үшін 50 томға жуық мұра қалдырды. Солардың ішінен классикалық дүниелерді, жақсы шығармаларды, ортақол туындыларды, ортақолдан төмен туындыларды мысалы үшін табуға болады. Бізде көп жағдайда бір керемет мықты жазушыны айтқан кезде, шығармашылық туралы айтқан кезде біз бәрін тек мақтай береміз. Бұл дұрыс емес. Біз объективті болуымыз керек. Оның жақсысын жақсы, жаман жаман деп айтуды үйренуіміз керек. Міне сонда біздің санымызда, әдебиетімізде ілгерілеушілік болады. Алдыға қадам басушылық болады. Мұндай жағдайға біз жете алмасақ, біз еш уақытта да объективті қарай алмайтын боламыз. Ал біз болсақ, Әуезовтің кез келген нәрсесіне, мысалы үшін, шедевр деп жаңағы оған нете береміз. Мысалы үшін, Әуезовтің Абай жолы романын алатын болсақ, сөз жоқ, бірінші томы өте күшті жазылған. Екінші томы да былай осал емес, жақсы жазылған. Бірақ үшінші, төртінші томдарға келген кезде Әуезовтің стилінің де нашарлап кеткенін, шығармасының да болжарып кеткенін біз байқаймыз, мысалы үшін, иә?
Неге осы нәрселер бізде ашық айтылмайды? Тек қана біз мақтауымыз керек, әлемдік деңгейде шығарма деп өзіміз ғана мойындаймыз, бірақ оны мойындап жатқан әлем жоқ. А біз егер шын мықты болсақ, әлемге өзімізді мойындатуымыз керек. Егер де мысалы үшін біз Бальзакты, мысалы үшін бульварлық журналдар үшін жазған романдары, Толстойды мысалы үшін Поликушка сияқты орта қол туындысы, Алауесовті Өскен өркен секілді нашар шығармасы арқылы бағаласақ, бұл үш жылы суреткерде де қандай қасиет қалады? Мысалы үшін өздеріңіз жақсы білесіздер, мысалы үшін кімнің Андре Маруаның Прометей немесе Бальзактың өмірі дейтін үлкен кітабы бар, зерттеу кітабы. Сондай-ақ Стефан Цвейгтің Бальзак деп аталатын үлкен еңбегі бар. Соны егер оқыған болсаңыздар, мына Бальзактың мысалы үшін кезінде бульварлық журналдар үшін түкке тұрмайтын бір романдар жазған. Сонымен қатар Бальзактың мықты шығармалары да бар, мысалы үшін. Міне көрдіңіз ба? Толстойдың да бүкіл шығармалары керемет деп айтуға болмайды, мысалы үшін. Оқып шықсаңыз, кейбір әңгімелері, повестері өте нашар жазылған. Бірақ сонымен қатар ғажайып дүниесі де бар. Бұндай нәрсе Әуезовтің басында да бар. Сондықтан да мен айтқым келіп отырғаны, Ханганның бір-екі әңгімесіне ғана қарап баға беруге асықпай, әуелі туындыларының кітап болып шыққанын күтейік, жарыққа шықсын, еңбек етейік. Егер мүмкіндік болса, оңтүстік Корей тілінен оларды аударайық. Содан кейін барып біз ол туралы әңгіме айтайық. Өйткені бізде көп жағдайда осындай бізде бір келеңсіздіктер көп болып тұрады. Сонымен бірге мынау аударма сапасы деген мәселенде бұл жерде естен шығармауымыз керек. Мысалы үшін тіл өте нәзік құрал. Тілдің нәзіктігін өте жақсы сезетін шебер аудармашы, мысалы үшін шығармаңның бояуын құлпыртып, түпнұсқадан да асырып жіберуі мүмкін. Ал шығармаң нашар аудармашының қолына түссе, онда сорладың дей бер. Ол жақсы туындың оқырман түсінбейтін қойыртпаққа айналып кетуі әбден ықтимал. Осыған байланысты бір ғана мысал тағы айта кеткім келеді. Мысалы, өздерің жақсы білесіздер, Смағұл Елубай деген жақсы жазушымыз бар. Оның Аққозы деген романы бар. Кезінде қазақ оқырмандарына өте жоғары бағасын алған. Осы Смағұл ағамен бір кездескен кезде ол маған мынандай бір әңгіме айтып берген болатын. Оның романы испан тіліне аударылған екен. Испан тіліне аударылған. Содан кейін жаңағы енді Смағұл ағамыз испан тілін білмейді ғой, мәз болып жүрген, ойбай менің шығармам керемет испан тіліне аударылды деп. Кейін бір испанның жазушысымен сөйлескен кезде ол айтты, сіздің шығармаңызды оқып түк түсіне алмадық. Сөйтсек, ана романды, Ақбозыйды Google-мен аудара салған. Әйтеуір бір кітап қылып шығарып беру керек болған. Сондықтан біз қазіргі уақытта аударма сапасы қандай? Испан тіліне аударып жатқан көптеген ақындардың, жазушылардың шығармалары бар, ағылшын тіліне аударып жатқан шығармалары бар. Солардың бәрін зерттеуіміз керек. Қаншалықты олар сапалы аударылып жатыр. Егер осындай Google-мен аудара салатын, жай орысша айтқанда показуха үшін жасалатын нәрсенің бізге керегі жоқ. Егер біз әлемді мойындатып, ондай нәрсемен біз тек қана ұятқа қаламыз. Көрдіңіздер ме? Смағұл Елубай сияқты үлкен жазушының шығармасының өзін анандай аудара салған. Смағұл ағамыз осылай аударып отқан кезде жас жазушылар туралы не айтуға болады? Біз әйтеуір өзіміздің кітабымыз шет тіліне шықса, бәріне мақтанып көрсетіп, даңғаза дақпыртқа айналдырамыз. Ол қаншалықты дұрыс аударылды, қаншалықты сапалы аударылды, осы нәрсеге біз мән бере бермейміз. Бұған мән беру өте маңызды, өйткені мына аудармашылары мықты болғандықтан, мына Совет одағында неміс жазушысы Эрих Мария Ремарктың туындылары өте жақсы оқылды. Ал мынау батыстың әдебиет сыншыларының айтуынша, Ремарктың неміс тіліндегі туындыларының тілі өте қасан көрінеді. Мұндай мысалдарды қазақ әдебиетінің тарихынан да келтіруге болады. Айталық, классик жазушымыз Әбдіжәміл Нұрпейісовтің «Қан мен тер» трилогиясы орыс тіліне өте сапалы аударылды. Оққан шығарсыздар. Мен мысалы үшін осыны орысшасын нұсқасы мен қазақшасын салыстырып оқып шықтым. Неге мықты болып шыққан? Себебі оны 20 ғасырдың ұлы суреткері Юрий Казаков жан тәнімен беріліп, тіпті қазақ тіліндегі нұсқасын асырып тәржімалаған. Егер сөзімізге сенбесеңіз, зерттеп көріңіз, «Қан мен терді» және «Кровь и плоть» салыстырып оқып көріңіз. Орыс тіліндегі нұсқасы қазақшасынан да мықты болып шыққан. Бұндай жағдайларда болып тұрады әдебиетте. Мысалы үшін Ремарктың орыс тіліндегі дүниелері немісшесіне мықты болып кетіп тұр. Нұрпейісовтің қазақшасы да осал емес, бірақ орысшасы одан да құлпыртып тұр. Бұл жердегі мысалы үшін Әбдіжәміл Нұрпейісовпен мен көзтір кезінде қатты араластым. Осы Астанада болған кезде әбеңнің
осы сөйлесіп сырласып жүретінбіз. Өте қарапайым, сонда өте жақсы адам болды. Сонда ол кісі өзім көптеген әңгімелерін айтатын. Сонда мына Казаковпен тандем болып бірге жұмыс жасаған. Кәдімгі бірнеше жыл, 2 жыл ма сол жаңағы жұмыс жасап, екеуі бірге аударып, күні-түні міне екі мықты суреткердің осындай ғажайып тандемінің арқасында ғажайып аударма кітап, аударма емес, ғажайып тағы бір шығарма дүниеге келді десек болады. Сондықтан бұл жердегі аударма мәселесіне біз қатты мән беруіміз керек. Мұндай мәселені мысалды Айтматовта да болған. Мысалы үшін Айтматовтың сіздер егер 90-шы жылдарға дейінгі шығармаларын оқысаңыздар, өте сапалы аударылған. Қош бол Гүлсәрісін алыңыз, Ақ кемесін алыңыз, Жәмиләсін алыңыз, ғасырдан да ұзақ күнін алыңыз. Мысалы үшін тағандай бар. Теңіз жағалай жүгірген Тарғыл төбетін алыңыз. Енді ана бетпе-бет деген аса мықты аударылды деп айта алмаймын. Бірақ негізгі шығармалардың бәрі өте жақсы аударылған орыс тіліне. Өйткені Новый мир журналына жарық көрген кезде орыстың редакторлары, орыстың мықты редакторлары оны керемет қадағалап, тіпті кей жерлерін редакциялап отырған. Соның арқасында бүкіл Новый мир өзінің журналының сапалы шығуына қатты мән берді ғой. Міне соның арқасында осындай керемет дүниелер орысшада керемет жақсы болып шықты. Бұны айтып отырған себебім, біз мысалы үшін Хангаң шығармаларының өзге елдердің тіліне қаншалықты сапалы аударып жатқанын аса жақсы біле бермейміз. Дегенмен жазушының орыс тіліндегі аудармалары маған ұнады, менің ойымша жақсы аударылған, көңіліме қонды. Интернетті ақтарып, Хангаң шығармаларының аудармасы хақында пікір білдірген Ресей сарапшыларының ойларын тыңдап көріп едім. Олар мына ағылшын тілдегісіне қарағанда орыс тіліндегісі әлдеқайда сапалы шыққанын айтып жатыр. Себебі мына ағылшын тіліне аударған тәржімашылар өз жадынан біраз дүниелерді қосып жібергендіктен аса мықты болып шықпаған дейді. Әйткенмен ағылшын мен корей тілін білмегендіктен аударма сапасына мен объективті баға бере алмаймын. Бірақ мен орысша 2 романды оқып шықтым. Маған 2 романда қатты ұнады, өте жақсы аударылған, стилінде, бәрінде мына керемет, менің ойымша өте жақсы сақтаған. Орыс тілі оригиналдан ауытқымаған түпнұсқадан. Ал ағылшындар кей жағдайда осындай нәрсеге барады екен. Өздері бір қызықтыру үшін арасында бірдеңелер қосып жібереді екен. Негізі ол дұрыс емес деп ойлаймын. Өйткені түпнұсқадан ауытқымау керек. Автордың стилі, ойы, сөзі бәрі сақталу керек. Дегенмен бүкіл қазақтар Хангаңды сынап жатыр деп айтуға болмайды. Оның шығармаларын оқып, оған жақсы баға беріп жатқан оқырмандар да бар. Өз басым мына қазақ баспасөзінен вегетариан әйел роман талдаған 3 жақсы мақала оқыдым. Олар әдебиет порталында жарық көрген Гүлнәр Істаеваның «Бір күні бәріміз оянармыз», Жас алаш газетінде жарық көрген Ақгүлім Ерболқызының «Қоғам ережелеріне қарсы күрес» немесе Хангаңның вегетарианкасы, және талантты ақын әрі сыншы Тоқтарәлі Таңжарықтың Түркістан газетінде жарық көрген Хангаң және Азия әдебиетінің болашағы деп аталатын мақалалары. Маған 3 мақаладағы талпыныстары ұнады. Сыншылардың өте әрқайсысы өз тұрғысынан өте жақсы түсінген, жақсы талдаған. Мен бұл риза болдым. Өйткені бұндай талқылаулар орыс әдебиетінде де жүріп жатқан жоқ. Яғни біздің қазақтың жас жазушылары, жас сыншылары қазір көп мәселеге сергек қарай бастағанын осыдан аңғаруға болады. Әсіресе маған мына әдебиет порталында шыққан Гүлнәр Істаеваның мақаласы ерекше ұнады. Бұрын мен оның дүниелерін оқыған емес едім, бірақ осы мақаласынан кейін оған деген бір құрметім арта түсті. Автор романда көтерілген өте нәзік мәселенің тамыры біз айтып жүрген әңгімелерден әлдеқайда тереңде жатқанын дұрыс пайымдаған және дұрыс талдаған. Алғашқы оқыған сәтте роман мына ет жемейтін әйел жөнінде жазылған шығарма сияқты болып көрінгенмен, бірте-бірте ол мәселе мына екінші планға ысырылып кетіп, зорлық, зомбылықтың қайнарын іздеп жан ұшырған адам жалғыздығының трагедиясын біз көреміз. Неге адам мысалы үшін өзге орта түгіл өз отбасында зорлық көріп, бақытсыздыққа душар болып отыр? Ғылыми техникалық прогрестің арқасында өз ойымызды еркін айтуға барлық жағдай жасалғанымен, неге адам бір-бірінің сөзін естімейтін саңырау, тыңдағысы келмейтін меңіреу, жан түсінбейтін қатыгез болып кетті? Мұндай дүниелер мысалы үшін 20 ғасырдың басында Чеховтың драмалық туындыларын оқысаңыздар,
онда да осындай мәселелер көтерілген. Мысалы драмаларын қарап отырсаңыздар, Чеховтың мысалы үшін Ваня ағайын қараңыз, басқа да туындыларын, мысалы үшін апалы сіңлілерді қараңыз, сосын Чайкасын қараңыз. Сонда мысалы үшін адамдар сөйлесіп жатады, бірақ бір-бірінің сөзін естімейді. Мынау адамның бір-бірінің сөзін естімеу деген қазір қоғамда да бар. Қазір былай қараған кезде біздің қоғамымыз дамыған, интернет те бар, әлеуметтік жүйе де бар, барлығы бәрі дамыған, керек қажетіңнің бәрі қолыңда, сотовый телефоныңды алып бүкіл әлемді көретін сияқтысың, бүкіл әлеммен сөйлесе алатын сияқтысың, ал шын мәнісінде біз қазір бір-бірімізді түсінбей бара жатырмыз. Мына 20-шы ғасырда, 21-ші ғасырда мынау Украина мен Ресей арасындағындай соғыстың болу деген өте масқара нәрсе ғой. Егер адамзат қайттан осындай жабайылыққа кетіп бара жатқан болса, не айтуға болады мысалы үшін. Сондықтан осындай нәрселерді, осы романның подтекстінен осындай нәрселерді байқау болады. Әрине, онда мысалы үшін Хангаңның вегетариан әйелінде соғыс туралы ештеңе айтылмайтқан сияқты болып көрінгенмен, біз соғыстың ықпалының адамдарға қалай еткенін бір нәзік детальдар арқылы байқаймыз. Мысалы үшін ондағы бас кейіпкер Йонхэ, мысалы үшін Йонхэның әкесі Вьетнам соғысына қатысқан, ол кішкентай кезінен жаңағы Йонхэны ұрып соғады, сондықтан да осындай Йонхэ осындай ауыр жағдайға түсіп, жындыханаға түсуіне себепкер болған, оның жаңағы патриархалдық қоғамның әлі кетпей қойғандығы. Неге мысалы үшін 200-лік қоғамның өмір сүру салтына айналды бүгінгі заңда? Өлі жандарға айналған адамдар арасында бақытты болуы мүмкін бе өзі? Романда оқырман ойын сансыратып, бақыт сезімін сүргілеп, терең иіріміне тарта түсетін міне осындай тұспалдар көп, өте көп. Шығарманы оқи отырып, қат-қабатынан неше түрлі мағына іздеп, неше түрлі астар таба беруге болады. Жалпы мықты жазушы ешқашанда өзінің ойын біреуге таңуға тырыспайды. Ол оқырманға еркіндік сыйлайды, азаттық сыйлайды. Мысалы үшін Хангаңды оқыған кезде әрқайсымыз оны әртүрлі тұрғыдан бағалаймыз. Мысалы үшін мен өз тұрғымнан оны бағалап жатсам, басқа бір адамдардың пікірі маған мүлде қарама-қайшы басқаша болуы мүмкін. Міне осы нағыз шығармашылық, нағыз роман жазылған кезде осындай нәрселер болып тұрады. Мына вегетариан әйелден батыстан гөрі шығысқа тән философия мен ойды астарлап жеткізудің нәзік мәнерін біз қатты аңғарғандай болдық. Буддизм ілімі бойынша адам жасай алатын ең ұлы іс өзіңді азат етудің жолына түсу. Түнде үнемі қорқыныш түс көретін шығарманың бас кейіпкері Йонхэ өзін азат ету үшін жыртқыштық болмысынан бас тартуды ұйғарады. Алайда адамдардың бәрі мейірімділікті ұмытып кеткен әлемде оны іске асыру мүмкін бе? Роман жалғыз қалған қауқарсыз әйел мен тұтас жүйенің қақтығысынан тұрады. Бірінші бөлімде күйеуі, жаңа айттым ғой, екінші бөлімде жездесі, үшінші бөлімде әпкесінің әңгімесі арқылы өрілетін оқиғалар біз әдетте қарапайым тұрмыс барысындағы жағдаяттар деп ойлайтын отбасылық қарым-қатынастың адам жанына қалай әсер ететінін баяндайды. Өзіңнен өзгеше пендеге өшіге қарау, өз әлеміңді қорғай отырып, өзгенің әлемін жатсыну, оның жеке шекарасын бұзу, тіпті соған үстемдік ету, өзіңдікін дұрыс санап, өзгенікін үнемі теріске шығару тұтас адамзаттық дағдыға, қалыпты өмірге айналғанын Ханган өте шынайы жеткізген. Біздің қоғамда да қазір осындай жағдайдың бар екені жасырын емес қой. Мысалы үшін қазір әлеуметтік желіні қарасаңыздар, бәрі шетінен ақылды болып кеткен. Былайша айтқан кезде мына Артега Гассеттің көпшіліктің көтерілісі болып жатыр қазір бізде. Әлеуметтік желіде, барлық жерде. Әркім тек менің ғана пікірімде дұрыс деп ойлайды. Басқаның пікіріне құлақ асқысы келмейді, мысалы үшін. Осы нәрселер қазір мысалы үшін мен айтар едім, түк оқымаған адамнан гөрі 2-3 кітап оқыған адам қорқыныш болып бара жатыр. Өйткені ол жеңістік бермейтін, кәдімгі менменшіл, мына Достоевскийдің бүлікшілдік тұлғасына айналып бара жатыр. Осы нәрселерді Ханган өте романды жақсы етеді. Романды жақсы талдаған талантты ақын Тоқтарәлі Таңжарықтың айтуынша, мына шығармада мистиканың өзі жоқ, бірақ адам санасының мына мистикалық хаосқа толы екенін көрсететін өзгеше поэтика бар. Мысалы мистика, мысалы магиялық реализм деп жатамыз, мистика деп жатамыз. Бізде жалпы қазақ әдебиетінде де осы мистика жазуға құмар жазушылар көйіп кетті ғой, мысалы соған бейімдеп жазғысы келетін. Бұл заңдылықта шығар деп ойлаймын. Өйткені мысалы басқа елдің жазушыларына бізде қатты еліктеуге тырысамыз. Бірақ біздің көп жазушылардың шығармаларында мистика адамды сендірмейді. Аяқ астынан
ол бір кейіпкер бір тышқанға айналып кетеді, тағы бірдеңеге айналып кетеді. Оны айналып кететін бір себептер адамға нандырмайды, мысалы үшін. Сосын мына мистиканы тым қатты қолданамыз деп, кей жағдайда біз шығарманың мәтінді оқудың ауырлатып жібереміз, шындықтан алыстатып жібереміз. Осы нәрселер мысалы үшін Хангаңда жоқ. Жаңағы кім Тоқтарәлі өте жақсы байқаған, жаңағы оны мистиканың өзі болмаса да, сол жаңағы хаосқа, адам санасының мистикалық хаосқа толы екенін көрсететін поэтика бұнда өте жақсы бар. 20 ғасырда әлем әдебиеті магия мен мистиканың неше түрлі формасын жасап, талай өзекті мазмұн жаратты. Қазір кино, театр, әдебиетті, жалпы өнер атаулыда мистиканың ұшқын магиялық тартылыс болмаса, оны қабылдамайтын халге жеттік. Хангаң өткен ғасыр мен жаңа ғасырдағы мистикалық һәм магиялық суреттейдің айқын образдарын жерге түсіріп, күнделікті адамдар арасында қарапайым әңгімелер мен жүріс-тұрыстың өзінде мистика мен магияға бергісіз, тіпті адам ақылына сыйсыз дүниелер көп екенін көрсеткендей. Шын мәнінде Йонхэ тек отбасымен тайталасқа түсіп отырған жоқ, арғы өзегіне үңілсеңіз, ол тұтас қоғаммен қақтығысып отыр, дейді ақын Тоқтарәлі Таңжарық, мына Түркістан апталығында жарық көрген мақаласы. Мен сіздерге осы Тоқтарәлі Таңжарықтың мақаласын, жаңағы басқа да мен айтқан авторлардың мақалаларын оқуға кеңес беремін. Жалпы мына Йонхэның бейсанасында өзін қауып алған итті әкесінің мотоциклдің артына байлап, аузынан қан кетіп қаңсырап, өлгенше қалай айдағаны есінде қалып қойған. Бала күнде көрген сәбилік жүрегін жаралаған жауыздық оқиғасы жылдар өткеннен кейін санасында қайта жаңғырып, оның нәзік жанына тыныштық берер емес. Енді қайтпек керек. Будда ілімі қасірет шегуден құтылу үшін ең әуелі оған душар ететін салдарларды жою керек екенін үйретеді. Мен жаңа айтып өттім ғой, Хангаңның шығармаларында да буддизмде бір керемет оққаны, содан тағылым алғаны байқауға болады. Йонхэ өзіне азап шеккізіп, айдың күні аманда қасіретке душар еткізген қасіреттен жанын азат ету үшін ет жеуден мүлде бас тартуды ұйғарады. Әлеуметтік желіде мына роман оқиғасына жан-жақ тоқталған оқырман пікірлері көп болғандықтан, шығарманың мазмұнын баяндап беруді мен қажет санамаймын. Қажетті жоқ, оның өйткені түсінуге жеңіл, қарапайым да баршаға ұғынық тілмен жазылғандықтан романды оқу аса қиындық туғызбайды. Оны оқып шығыңыздар. Романның көлемі де аса үлкен емес. Әр кеткенде 3-4 сағатта оқып шыға болады. Мысалы үшін оның аудио нұсқасы да бар. Аудио нұсқасы, ұмытпасам, 6 сағаттай. Өте керемет оқылған аудио нұсқасы, әртүрлі кейіпкерлерді, әртүрлі, мысалы үшін анау күйеуінің атынан баяндалған еркектің дауысымен, Йонхэның өзінің атынан баяндалған кезде әйел адамның дауысымен беріліп, сондай керемет аудио нұсқасын жасаған бұл кітаптың да, сондықтан оқып шығуларыңызға болады. Бірақ бір оқып шығу, бірақ қарапайым болып көрінгенмен, романда көтерілген проблематиканың терең түсіну үшін бір рет оқып шығу жеткіліксіз. Өз басым бұл туындыны 3 рет оқып шықтым. 3 рет оқығанда 3 түрлі әсер алдым. Әр оқыған сайын роман мені түрлі ойлардың орманына жетелей түсті. Шығарманы оқу барысында романның жұмбағын табу үшін буддизм философиясын зерттеп, Зигмунд Фрейдтің психоанализ тақырыбына арналған кітаптарын қайталап оқып шығуға тура келді. Менің ойымша, Йонхэның жан әлемінің құпиясын Фрейдтің түс көруге байланысты ғылыми еңбектерін оқымайынша толық түсіну беймүмкін. Сондықтан да Йонхэ көрген түстердің қандай символдық мән мағынасы бар екеніне қатысты асығыс қорытынды жасаудан аулақпын. Фрейдті қайта оқып шыққаннан кейін барып қана ол жөнінде біраз тағы ой айтып қалармын. Жалпы мен бұл лекциямда, дәрісімде тек Хангаң шығармашылығына кіріспе деп қабылдаңыздар. Өйткені келешекте мен Хангаңның тағы бір туындысы бар. Адамдық әрекеттер, оған да жан-жақты тоқталуды көздеп отырмын.